75 жас адамның өмірге сырттай емес, тереңнен қарайтын шағы. Осы жасқа келгенде өткен күндеріңді еске алып отырып, неге қуанғаныңды да, неге өкінгеніңді де анық түсінесің. Жастықта маңызды көрінген көп нәрсе уақыт өте келе мәнін жоғалтады. Ал елемей жүрген қарапайым дүниелердің өмірдегі ең қымбат қазына екенін кеш болса да ұғынасың. Мен өмірден бір-ақ нәрсені анық түсіндім. Адамды бақытты ететін байлығы емес, жан тыныштығы. Жас күнімізде тағы да көп ақша тапсам, тағы да биікке көтерілсем деп жүгіреміз. Бірақ жылдар өткен сайын түсінесің. Дүниенің соңынан жүгірген сайын оның шеті болмайды. Ал жүрек тыныштығы болмаса, ешқандай байлықтың қызығы жоқ. Ата-бабаларымыз бекерден бекер қанағат қарын тойғызар, шүкір еткенің несібесі артады деп айтпаған. Қанағат азға көну емес, қанағат барыңның қадірін білу. Тағы бір түйгенім, адамның қадірін тірісінде білу керек. Кезінде жұмыстың қамымен жүріп, ата-анамен көбірек отырып әңгімелеспеген күндерім есіме түссе, жүрегім ауырады. Олар мәңгі қасымда болады деп ойлағанмын. Бірақ өмір ешкімді күтпейді. Қазақтың бардың қадірін жоқ болғанда білерсің деген сөзі өмірдің ең ащы шындығы. Ананың бір ауыз ақылы, әкеңнің үнсіз қамқорлығы, отбасының амандығы, бұлардың бағасын жоғалтқан адам ғана толық түсінеді. Мен тағы бір ақиқатты кеш түсіндім. Реніш көтеріп жүру, өзіңді жазалау. Өмірімде мені ренжіткен адамдар да болды. Ұмытылмайтын сөздер естідім. Бірақ уақыт өте келе түсіндім. Реніш ең алдымен оны сақтап жүрген адамның өзіне зиян екен. Реніш жүрекке тыныштық бермейді. Сондықтан ата-әжелеріміз кешіре білген кең адам деп тәрбиелеген. Кешіру әлсіздік емес, жүректің үлкендігі. 75 жылда байқағаным дейді, адамның байлығы ақшасымен емес, артында қалған жақсы атымен өлшенеді. Кейбіреулер үлкен үйлер салды, қымбат көліктер мінді. Бірақ өмірден өткен соң олардың дүниесін емес, мінезін еске алды. Ал қарапайым өмір сүрген, бірақ ешкімнің көңілін қалдырмаған адамдардың артынан халық әлі күнге дейін жақсы сөз айтады. Қазақта жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді деген дана сөз бар. Шынында да жақсы адамның аты оның жасаған жақсылығымен бірге өмір сүреді. Тағы бір өмірлік сабақ сөзге абай болу. Айтылған сөзді қайтарып ала алмайсың. Бір ауыз ауыр сөз жылдар бойы жазылмайтын жара қалдыру мүмкін. Ал бір ауыз жылы сөз адамның өмірін өзгертіп жіберуі ықтимал. Сондықтан дана халқымыз жақсы сөз жарым ырыс деп бекер айтпаған. Өмірдің ұзақ жолында достың да, таныстың да көп болғанын көрдім. Бірақ уақыт өте келе олардың бәрі қалмайды екен. Қиын күніңде жаныңнан табылған аз ғана адам нағыз байлығың. Дос басқа қарайды, дұшпан аяққа қарайды деген сөздің мәнін де жас ұлғайғанда ғана толық түсінеді екенсің. Тағы бір түйгенім, денсаулықты ештеңеге айырбастауға болмайды. Жастық шақта денсаулық мәңгілік сияқты көрінеді. Бірақ уақыт өте келе адамның ең үлкен арманы байлық емес, ауырмай өмір сүру болып қалады. Сондықтан ата-бабамыз бірінші байлық денсаулық деп бекер айтпаған. 75 жасында түсінген ең үлкен ақиқат өмір тым қысқа. Кеше ғана бала болғанда едің, бүгін немере сүйіп отырсың. Уақыттың қалай өткенде байқамай қаласың. Сол себепті ренішке, қызғанышқа, бос мақтанға және бітпейтін өкінішке өміріңді жұмсама. Оның орнына жақындарыңа жылы сөз айт. Ата-анаңды құшақта, балаларыңа уақыт бөл, біреуге көмектес, қолынан келген жақсылықты бүгін жаса. Ата-бабаларымыздың өмір өткінші, адамшылық мәңгілік деген өсиеті осының бәрін бір-ақ ауыз сөзбен түйіндеп тұр.
75 жылда жинаған ең үлкен тәжірибем. Адам бұл өмірден жинаған дүниесін емес, жасаған жақсылығын, берген тәрбиесін, қалдырған жақсы атын ғана алып кетеді. Сондықтан өмірді байлық үшін емес, адамдық үшін сүр. Сонда ғана өткен өміріңе өкінбей қарай аласың. Әр күніңді шүкіршілікпен баста. Ата-ананың ақ батасын алуға тырыс. Денсаулығыңды ақша табудан жоғары қой. Уақытыңды бағала, ол ешқашан қайтып келмейді. Әр сөзді ойланып айт, айтылған сөздің қайтарымы болмайды. Сабыр сақтай білген адам көп қателіктен аман қалады. Ашуға берілме, ақылмен әрекет ет. Қолыңдағы бардың қадірін жоғалтпай тұрып біл. Жақсылық жаса, бірақ мақтан үшін емес. Еңбек етуден ешқашан ұялма. Өзгенің жетістігіне қызғанышпен емес, қуанышпен қара. Біреудің сенімін жоғалтпа, сенім бәрінен қымбат. Қателігіңді мойындаудан қорықпа. Отбасыңа күн сайын уақыт бөл. Жақсы кітап оқуды өмірлік әдетке айналдыр. Көп тыңдап, аз сөйлеуді үйрен. Әр қиындықтан өмірлік сабақ ізде. Уәде берсең орында, орындай алмасаң уәде берме. Дос таңдауда асықпа, дұшпан таңдауда қателеспе. Қарыз алсаң уақытында қайтар. Қанағат жүрек тыныштығының бастауы екенін ұмытпа. Кешіре біл, бірақ сол қателікті қайта жасауға жол берме. Ар ұятыңды ешбір пайдаға сатпа. Балаларыңа ең жақсы мұра дұрыс тәрбие. Біреудің сыртынан емес, бетіне айта алатын сөзді ғана айт. Қарапайым бол, қарапайымдылық адамды биіктетеді. Бүгін жасай алатын жақсылықты ертеңге қалдырма. Өзіңді өзгелермен емес, кешегі өзіңмен салыстыр. Өмірде бәрін бақылай алмайсың, бірақ өз мінезің мен ойыңды әрқашан басқара аласың. Өмірден өткенде байлығың емес, адалдығың, адамгершілігің және жасаған жақсылығың ғана халықтың жүрегінде қалады. Ар ұятыңды бәрінен жоғары қой. Ата-ананың қадірін тірісінде біл. Денсаулығыңды жоғалтпай тұрып көт. Уақытыңды босқа өткізбе, әр күніңнің мәні болсын. Асығыс шешім қабылдама. Ашуды емес, сабырды таңда. Адал еңбекпен келген несібе ең берекелі несібе. Қолыңдағы барға шүкір ете біл. Жақсылық жаса, бірақ оның өтеуін күтпе. Қадіріңді білмейтін жерде өзіңді қорлама. Әр сөзің мен ісіңе жауапты бол. Кешіруді үйрен, бірақ өмірлік сабағыңды ұмытпа. Қиындыққа мойыма, әр сынақтың артында жеңілдік бар. Өзіңді өзгелермен емес, кешегі өзіңмен салыстыр. Жақсы адамдармен араласуға тырыс. Балаларыңа дүние емес, тәрбие қалдыр. Отбасыңа уақыт бөл, олардың орнын ештеңе баса алмайды. Үнемі үйренуге және өзіңді дамытуға ұмтыл. Әр күнді бір жақсы іс жасаумен аяқта. Өмірден кетерде жинаған байлығың емес, жақсы атың мен жасаған жақсылығың ғана ел жадында қалады. Өмірдің ең үлкен байлығы денсаулық пен жан тыныштығы. Уақытты жоғалтқан адам өмірінің бір бөлігін жоғалтады. Адамның қадірі оның мінезі мен адамгершілігінде. Бақыт көп дүниеде емес, бар дүниеге шүкір ете білуде. Қиындық адамның шынайы күшін көрсететін сынақ. Адалдық жоғалған жерде сенім де жоғалады. Бардың қадірін жоғалтпай тұрып біл. Жақсы сөз жүрекке ем, ауыр сөз жүрекке жара. Қанағат жүрек байлығының белгісі. Адамды биіктететін атақ емес, жақсы мінез. Ең үлкен жеңіс өз нәпсіңді жеңу. Ренішті жүректе сақтау, өзіңе ауыр жүк арту. Жақсылық жасаудан ешқашан жалықпа. Өмірдің мәні тек өзің үшін емес, өзгеге де пайдаңды тигізуде. Отбасының берекесі кез келген байлықтан қымбат. Әрбір қателік
дұрыс өмір сүруге үйрететін сабақ. Өткенді өзгерте алмайсың, бірақ бүгінгі таңдауың болашағыңды өзгертеді. Нағыз бақыт өзіңді ешкімге дәлелдеудің қажеті жоқ өмір. Адам бұл дүниеден дүниесін емес, жақсы атын алып кетеді. Өмірдің соңында жасаған жақсылықтарың ғана сенің ең қымбат мұраң болып қалады. Құрметті оқырмандарым, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз арнаның дамуына үлесін қосады. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.